Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін 28-і болып қалды ма? 26-шы сәуір 23:35 түнгі. Шашын екі жағынан алып тастау керек еді, қол тимей жатыр. Вообще, кеше бір видео көріп қалдым. Кеше бір видео емес, екі видео көріппін. Енді қазір байқасаңыздар, көбісі ұстаздарға тиісіп жатыр. Қарапайым халық болсын, мен болсын, мысалға мен сен тиіскенде айтасың ғой. Бас кеспек бар болса да тіл кеспек жоқ деп. Ұстаздарға, ел танитын ұстаздарға ренішімізді айтамыз. Сіздер шындықты айтыңыздар елдегі деген сияқты. Сонымен кеше имам Асқар деген ғой деймін. Видеосын сағыран етпеппін, қазір іздеп көрдім, таппадым. Сол ағамыз өзінің ренішін айтып шығыпты. Ол кісі бүйтеді. Қазақстанда пәленше мешіт бар дейді, деп сонымен бүйтіп сөзін төркін тыңдасаң былай дейді. Ұстаздар, дін саласында жүргендер, сендерге осы халыққа не істеп жатыр, ешқандай зиян тимей жатыр ғой. Одан да мемлекет әр жерден қалай айтсам екен, завод ашып ол қайтып жабылып қалып жатыр, соны неғып айтпайсыздар. Қайта имамдарға тиісе берген соң әр қаланың ішіндегі заводтарды енді жақсы біледі ғой деймін, соларды айтып қазір жабылып қалды деген теманы айтып жатыр да. Сонымен кеше тағы Қалыбек ұстаздың осы қаңтар көтерілісі кезінде ол кісі Дубайда қажылықта болған ба, ол бір видеосы шығып, одан кейін кешірім сұраған видеосы шыққан. Сол видеосы шығып, ол жерде бүйтеді. Мысалға мешіттің имамын мешіт жамағаты жақтыртпаса, ол имамдыққа шығу күнә дейді. Және де мемлекет басшысын халық елу қолдап тұрса, онда басшыны қорғау керек дейді. Енді қысқаша айтқанда, ал 55-те 45 болып қап, мысалға халық наразы болып басшыға сондай болса, онда басшыны орнынан алу керек дегенге келтіріп сөйлепті. Ол видеосы жоғалып кеткен, қайтып шығып, артынан кешірім сұраған видеосын тағы қойып қойыпты оны. Енді баны ренжіп жатқан имамға айтатын сөзім енді былай қойғыш, енді біз ислам діні деген өзі хақ дін, дұрыс па? Басыңа қалай айтсам екен, қыл арқаны байланып тұрса да, басыңды шабан болды деп тұрса да, ол шындықты айту керек. Мысалға енді дін мен саясатты араластырма дейді ғой. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда пайғамбарлық келіп, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүрген жердегі адамдар діннен алыстап, мысалға кеткен кезде оларды ескерткен. Ол да политика негізі. Адамның өмірі саясатта. Мысалға олар мүсінге табынып кетті, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларды ескертті. Ескерту мұсылманға пайда береді дейді. Сондықтан біз мысалы ел танитын имамдар деп айтатынымыз, солар мемлекеттің басында отқандарға ескертсе, айтса, қанша қиын болып тұрса да, дұрыс па? Сол кезде халық қолдайды. Ал болмаған темаларды көтеріп, астанада бір қыз шешініп алыпты, бүйтіпті, масқара емес па деген, ол қыздың өзінің проблемасы. Ол шешіне ма, киіне ма, бүгін жаны ашып айтып жатқан шығар. Бірақ одан да басқа мәселелер қазір қырғын болып тұр да елдеше. Мысалға тіл мәселесі, АЕС мәселесі, шерзат мәселесі деген сияқты. Біз сол мәселелерді мынау ислам дінін барлығымыз ұстанып отырық қой. Енді дін әркім өз үшін, оқысаң да өзің жауап бересің, оқымасаң да өзің жауап бересің. Бірақ діни басқарманың мазһабымен оқимыз, Құдайға шүкір. Біз ұстаздарға айтамызды, ренішіміз айтқанымыз осы. Ұстаздар көріп тұр. Біз көрмеген нәрсені солар көріп тұр. Соны айтса екен, шығып айтса екен,
халық қолдайды айтқан адамды ше. Енді мен сөйлеймін, мені бір ары кетсе бір 3 мың адам көрер. Соны біреу ойланса да, ол мен үшін өте үлкен не деп айтсам екен, нәтиже деп айтайын да. Сондықтан сын түзелмей мін түзелмейді дейді ғой. Сол ұстаздарды әкімдер, депутаттарға айтып жүр. Былай болып тұр әңгіменің ашығы. Барлығы айтып жатыр. Қарапайым халқы да айтып жатыр. Қарапайым халықты естіп барады да ар жаққа барып. Қазақстан чики-чики 30 елге кіріп кеттік дейді. Кіріп кетсек болды деп сонымен қалып жатыр. Ұстаздар халықтың арасында жүріп не болып жатқанын біледі. 2025 басқаша басталды. Кризиспен басталды әңгіменің ашығы. Бұның соңы қалай болады білмеймін. Сондықтан мына ұстаздар ренжи бергенше арт жақтарыңызға да бір қарап қойыңыздар. Халыққа уағыз айтып жатқан кезде халықтың жағдайын қарап, содан кейін қайтып жоғары жаққа қарап уағыз айтыңыздар. Дұрыс па? Сондықтан мен танитын, мен танымайтын имамдардың артына барып ұйимыз. Мүмкін ренжіп жүргендер бар шығар. Ренжімеңіздер. Ел танитын имамдар, ұстаздар мемлекетке датын айтып шықса, халық қолдайды. Біз сол үшін ақ сіздерге бір кездері тиісіп қоямыз. Жалпы сол еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Соны айтып қояйын деп, мына Рим папасы деген қайтыс болған адам әлі жерленбепті. Соның жаназасына Францияның президенті барыпты. Жаназа дейме білмеймін, олар енді қалай болады екен. Өзіміздің тілде айтып жатырмын. Трамп келіп ар жақтан, мына жақтан Украинадан Украина президенті барыпты. Сонымен сол жерде де соғыс жайлы әңгіме болған ау. Төртеу тұрып әңгіме етіп жатқан фотосы шықты. Одан Трамп бүйтіп айтыпты, Ресей Украинаны полный жаулап алатын еді деп. Не үшін жауламай жатыр деген сұраққа келтіріп айтса, ол біздің партияны қалай айтсам екен, сыйлап баспай тұр депті. Одан кейін мына Фридрих Герц деген осы майда Германияның президент канцлер болып келеді ғой, сол айтып жатыр екен. Келе салып Украинаның мәселесін қолға алам, Украинаға көмектесем. Трамп шетте қалса да мен шетте қалмайын деп. Жалпы сол байланыстамыз. Ешкім ренжімесін, бірақ елдің мәселесі, жердің мәселесі, діннің мәселесі, халықтың мәселесі келгенде ол өздерінде сөйлеп қала керек. Жақсы.